Холецистит, яғни өт қабының қабынуы да бүгінде жиі кездесетін дерттердің қатарына жатады. Бір ерекшелігі, ол көп уақытқа дейін білінбей дами бастайды. Адам ауырған кезде оған дәл диагноз қою да оңай емес. Дегенмен медицина қызметкерлері үшін оның өзіне тән белгілі жақтары бар. Яғни науқастың үнемі бас ауруы, бас айналуы, тершеңдік, ашушаңдық, ұйқының бұзылуы немесе депрессиядан байқалады екен. Ал жалпы дұрыс тамақтанбаудан пайда болады. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Құрметті оқырман, 10 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Өт қабының қабынуына бірінші кезекте адамның ащы, тұзды, қуатты, тәтті тағамдарға тым әуестігі және тамақтану режимін сақтамауы себеп. Ауыр тамақты көбіне ұйқыға жатар алдында ішу де осыған әкеп соғады. Қимыл қозғалыстың аздығы, артық салмақта осыған жол ашады. Дегенмен, ауру тудыратын ең негізгі себеп өт қабына микроб түсуі. Яғни микроб жоғарыдағы айтылған жағдайға қозғау салып өршітеді. Осыдан холецистит туындайды. Ал өт қабына микроб қайдан келеді? Өт қабына микроб ішек пен өт жолдары, қан лимфа айналымы арқылы, инфекция ошақтарынан көмегей безі, ауыз қуысы, құлақ, мұрын қуысы, несеп жыныс жүйесі қабынуы, бауыр, вирус түсуі, ішек құрттарының улануы, тағы басқа осылардан келеді. Осыдан өт қабының қалыпты жұмысы бұзылып, онда тас түзіле бастайды. Холецистит өткір және созылмалы болып екіге бөлінеді. Өткір холецистит сирек кездеседі. Егерде дер кезінде тиісті ем қабылданса, онда арылу қиын емес. Ауру бірден белгі бермей баяу дамитындықтан созылмалы түрі жиі кездеседі. Өткір холецистит белгілері мынадай: жоғары температура, жүрек айну, құсу, оң жақ қабырға астының ауырсынуы, кейде терінің сарғыш тартуы. Дегенмен бұлардың ішіндегі ауырсынудан өзгелері адамға аса алаңдатпайды. Ауырсынудың өзі қатты білінбесе, адам дәрігерге көрінбей жүре береді. Ал егерде дәрігерге көрінсе, ультрадыбыстық зерттеу арқылы науқасқа дәл диагноз қоюға мүмкіндік бар. Өкінішке орай, науқастар холецистит созылмалы сипат алғанда ғана дәрігерге көрініп жататыны рас. Созылмалы холециститке таңертең немесе тоя тамақ ішкен соң ащы дәм келуі, оң қабырға астында ауырсыну болуы, ол ішті ауыртып та кететіні бар. Терінің қышуы, кейде сарғаюы, жүрек айнып құсуы осыған тән болады. Әсіресе спирттік ішімді қабылдағанда бұл белгілер анық біліне бастайды. Өт қабынуының тағы бір себебі тас түзілуінен болатын қолайсыздықтар. Соңы панкреатитке, холингитке, перинатитке, бауыр абсцесіне әкеліп соғатын кездері бар. Холециститке диагноз дәрігер түрлі тексеруден кейін қояды. Қалай емдеу керегін анықтайды. Қажет болса, науқасқа операция жасайды. Жалпы холециститпен өз бетімен емделген жөн. Оның алдын алу үшін дәрігердің кеңесіне жүгінген жөн. Мен өтті қалай тазалаймын? Сәлеметсіздер ме? Мен бауыр, өт, бүйректі тастан, құмнан қалай тазалап жүргенімді сіздерменен бөлісе кетейін. Таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін әр 2 сағат сайын 500 грамм алма шырынын ішіп отырамын. Бұл кешке дейін 8 рет деген сөз. Басқа ештеңе ішпейсіз. Қарныңыз ашпайды. Екінші күні тағы да дәл солай қайталайсыз. Осы 2 күнде шырын ішіңізді айдайды. Байқасаңыз, осы 2 күнде ішіңізде неше түрлі қалдықтар шығады. Қатты сұйық жапырақ болып, жасыл, қап-қара құмалақ, ең соңында тап-таза жас сәбидің нәжісіндей шығады. Ал 3-ші күні таңертең сағат 8-де алма шырынына 130 грамм зәйтүн майын араластырып ішесіз. Содан 2 сағат өткен соң 230 грамм зәйтүн майын өзін ғана араластырып ішесіз. Майды тоңазытқышқа салып мұздай күйінде бисмиллямды айтып ішемін. Әрине, май ішу оңай емес. Оған өзіңізді психологиялық тұрғыда
дайындауыңыз керек. Осымен процедура бітті. Ем кезінде жүгіру, жиі қозғалу маңызды. Ол үшін осы 3 күнде үйде болу керек. Бұл ем оңай және арзан, қауіпсіз әрі тиімді. Тек ескерту, ем алдында УЗИ-ға түсіп, тастың көлемін қанша екен біліп алу керек. Менде 2-ші күні кешке дейін бүйрек пен өттегі тас үлкендігі бұршақ сияқты түрі де жап-жасыл болып шықты. Егер өт толы болса, аузыңа жасыл запыран шығады. Бәріне дайын болыңыз, қорықпаңыз, сабыр сақтаңыз, аяғына дейін шыдаңыз. Ішіңіз бүріп ауыруы мүмкін. Бұл ем әсерінен болып жатқан қозғалыс. Тас шығып болғанда маужырап ұйқыңыз келеді, тынығуға болады. Емнен кейін тек сұйық ас, қайнатпа сорпа ішкен жақсы. Бұл емнің көмегімен ағзадағы артық тұзды да арыласыз. Тұздың әсерінен болатын остеохондроз, бүйрек сыздауы да кетеді. Ең бастысы, тоқішек тап-таза болады. Тоқішек тазарғанын жас сәбидің дәретіндей сап-сары сұйық шыққаннан-ақ аңғаруға болады. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен, достарыңызбенен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңес арнасы. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, ауырмаңыздар, пайдаларыңызға жарасын.